Саламатсыздар ма, құрметті достар? Сіздермен онлайн IT мектебінің оқытушысы Дамир. Бүгін біз сіздермен Pythonдағы циклдің екінші түрі for циклын өтетін боламыз. Бірден мысалға көшейік. Ол бұлай жазылады. For дейміз. Айнымалы ашамыз. Мысалы, алдыңғы сабақтағыдай I деген айнымалы ашайық. I дейміз да in range. Мысалы, 10 деп қойайық. Print осы айды экранға шығарайық. Не шығаратын көрейік енді. Қостық. 0-ден алды да 9-ға дейін экранға шығарды. Программалауда негізінен сандар 1-ден емес 0-ден басталады. Егер 1-ден бастап 10-ға дейін сізге шығару керек болса, онда былай деп жазамыз. 1 өтір 11 дей саласыз. 1-ден бастап 10-ға дейін шығарды бізден. Ал енді 1-ден бастап 10-ға дейінгі сандардың квадраттарын экранға шығарайық. Ол үшін айды айға көбейтсеңіз де болады, немесе айдың 2 дәрежесі деп жазсаңыз да болады. Мінеки, сізге әрбір санның квадраттарын экранға шығарып берді. Енді алдындағындай жұп сандарды экранға шығарып көрейік. Бірақ бұл жолы бізде программа тақ сандарды аттап кетіп отырсын. Ол үшін айымыздың бізде тақ екендігін тексеретін шарт жазайық. Мысалға, айды 2-ге бөлгендегі қалдығы тең емес болса 0-ге дейміз. Яғни бұл тақ сан деген сөз. Ондай жағдайда continue, яғни ары қарай кете бер деген сөз ғой. Және print айды шығарамыз экранға. Ал көрейік. Мінеки, жұп сандарды шығарып берді. Бұл қалай істейді? Айға 1 келеді. 1-ді 2-ге бөлгендегі қалдық 0-ге тең емес пе? Олай болса, ары қарай аттап кет. Мынаны орындама дейді. Мына орындалмайды бізде, ол 1-ден ары қарай 2-ге кетіп қалады. 2-ні 2-ге бөлгендегі қалдық 0-ге тең емес пе? Жоқ, онда мына орындалмайды. 1-ден 2-ні экранға шығарады. Бұл жерде while циклының айырмашылығы I қосу тең 1 деген санағыш мына for деген циклдің ішінде бар. Яғни мына жерде ол 1-ден қосып отырады. Бұны біз жазбаймыз, көріп тұрғандарыңыздай. Енді экранға көбейту кестесін шығарайық. Алдымен 2-нің көбейту кестесін экранға шығаруымыз керек. Енді ол үшін print дейміз, print 2 өтір көбейту айды жазамыз. 2 көбейту 1, 2 көбейту 2 деп ары қарай кете беретіндей өтір қоямыз да тең болса 2 көбейту нәтижесі I болады. Қосамыз. Мінеки. Мұнда қараңыздаршы, біз мұнан қосқан кезде есептегенде бір асықпа есептейтін сияқты көрінеді. Көрдіңіздер ме? Бұндай болмау үшін 1-ден жауаптар тез шығу үшін біз placeholder, яғни толтырғыш қолданатын боламыз. Бізге бұлай деп шығару керек, 2 көбейту 1 тең болады 2 деп. Мана комментарийға қоя салайын. Мұндай жағдайда біз толтырғышымыз бұлай жазылады. F дейміз, тырнақ шашамыз, ішіне 2 көбейтілген фигуралы жақша шашамызда ішіне айнымалының атын жазамыз. Ол бізде I тең болады. Бұлай жазған өте бір жағынан қарап тұрсаңыздар ыңғайлы, өтір қойып қажет емес. Айды көбейтеміз неге? 2-ге көбейтеміз. Ал қосып көрейік. Қараңыздар, әлде қайда жылдамырақ орындалады. Мінеки, өте тез орындалады. Бұлай жазудың бір артықшылығы, ол компьютер жадынан аз орындалғандықтан, ол әлде қайда жылдам жұмыс жасайтын болады. Егер C тілін білетін болсаңыздар, ол жақта да осындай әдіспен
жазылады айнымалылар. Енді біз мұнда көріп тұрсыздар, тек қана 2-нің көбейту кестесін жазып шықтық. Ал енді достар, 2-ден бастап 9-ға дейінгі сандардың көбейту кестесін түгелімен экранға шығарайық. Енді қараңыздар, бізде мына жерде екінші сандар ғана ауысып отыр да бізде. Бұл циклмен жазылып шықты, ал бірінші сан ауысқан жоқ. Сондықтан да бізде қалай болады? Мұна ай айнымалысы, мұна 2 дегеніміз. Астына жазып қойын. 2 бізде ай болсын, аны екінші айнымалы G болсын. Екеуінің көбейтіндісі бұлай болады. Ай көбейтілген G деп. Осылай жазайық. Сонда айымыз бізде қаншадан басталады? Айымыз бізде 2-ден басталады дағы 9-ға дейін барады. 9-ды алыну үшін біз 10 деп жазамыз. G-міз бізде 1-ден бастап 10-ға дейін. For G in range 1-ден бастап 10-ға дейін болса 11 деп жазамыз. Принтіміз бізде бұлай болады. Сонда алдымен айды қоямыз. Ай көбейтілген G-ға тең болады. Ай көбейту G. Қосайық программаны. Мінеки. Барлық көбейту кестесін экранға шығарып берді. Бірақ та мұна 2 деген көбейту кестесі біткен соң, келесі сандікі бір жол тастап басталсын. Ол үшін мына жерге, дәл осы жерге, астына бір қадам түстеп жазамыз. Теріс слэш және n. Енді қосайық. Мінеки, әрбір санның көбейту кестесі біткен соң, жаңа санға көшіп жатыр. Ал енді достар, үй тапсырмасы. Қолданушыдан бір цифра сұрайсыз. Мысалға 5 деп енгізсін делік. Осы 5-ке дейінгі әрбір санды жұп немесе тақ екендігін ажыратып жазып шығуыңыз қажет. Мысалға 1 тақ 2 жұп 3 тақ 4 жұп деп осылай кете беруі қажет. Егер сабақ ұнаған болса, лайк басыңыз, сұрақтарыңыз болса, төменгі комментарийге қалдырыңыз. Келесі сабақта кездескенше.